Biz kayradan sizlerge жолдун boyunda turgan unalardı улантуудабыз. Алыстабай туруңуздар. Мына көрүңүздөр, пробеги 196.000 км жүргөн 2.5 объемдогу Nissan Maxima деген унаны көрсөтөбүз. Nissan Zafira деген кечиресиздер. Баасы жазылбай калыптыр. Же $2000 сурап жатканбы? 2 деп жазып коюптур, көрүңүздөр. Bunun жанында Nissan Primera Universal үлгүсүндөгү 2000-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу унаа турат. Боз түстөгү 100 000 сом экен баасы. Эми биз мындан ары дальше кетебиз. Баасы барларды көрсөтөбүз. Бул жерде Nissan March'тын сол рулдуу эски үлгүсүндөгү унаа турат. 93-жылы чыгарылган 1.6 объемдогу. Баасын жыртып салыптыр. 4-5 расход экен. Телефон номерин жазып алыңыздар. Бул жерде универсал кызыл түстөгү Мерс 90-жылы чыгарылган 2.3 объемдогу. Баасы 120 000 сом экен. Эми бунун жанында бир Mazda 626 эски кузовундагы унаа турат. Жылы кайсы экен бул, азыр көрөбүз. 89-жылы чыгарылган 2 объемдогу Mazda. Болгон баасы 100 000 сом экен. Эми бул жерде болсо Audi S4 турат. 92-жылы чыгарылган 2 объемдогу. Бул унаанын дагы баасы номери жок. Биз кийинки унаага кеттик. Бул жерде Passat'ты да көрсөтүп кетели. 90-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу Passat турат. Баасы 125 000 сом экен. Бул жерде Honda Inspire'дин эски кузовундагы унаа турат. 97-жылы чыгарылган 2.5 объемдогу. Расход 10-12 деп жазып коюптур. Состояние отличное. Баасы 140 000 сом. Телефон номери 0705 25 25 12 деген номерлерге чыгып, ушул унааны көрсөңүз болот. Биз арты жагынан да көрсөтүп коебуз. Артынан мына ушундай көрүнүш. Алыстабай туруңуздар, азыр биз дагы көрсөтөбүз. Бул жердеги оң рулдуу сешканы көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде срочно сатам деп жазып коюптур. Телефону жок, баасы келишимдүү экен. Бирок биз кийинки унааны көрсөтө берели. Номерин жазып атыптыр. Бул жерде Golf 3. Golf 3 дагы сатылбайт экен. Бул жактан эки унааны көрсөтөбүз. 97-жылы чыгарылган 1.6 объемдогу Golf 3 турат. Абалы орто баада окшойт. 80 000 сом сурап жатат экен. Эми бул жерде болсо Nexia турат. Deo Nexia 2004-жылы чыгарылган 1.5 объемдогу. Баасы 135 000 сом сурап жатат экен. Көрүңүздөр, эми биз бул жерде Ford Transit'ти көрсөтүп берди. 2003-жылы чыгарылган 2 объемдогу. Баасы жазылбаптыр. 7-8 расход кылат деп жазылып турат. Телефон номери. Артынан көрүнүшү мына ушундай. Биз бул жакта унааларды көрсөтөбүз. Honda Fit. Бул жакта дагы жакшы Honda
Fit uналары бар екен. 2001 жылы шығарылған, бағасы қайсы объемда екен жазылып алып тұр. Сұрап көреміз. Әке, жылы объем қайсы ба екен? 1.3-2001. 1.3. Қаншада одасыз? 3.5 мың. 3.5 мың? 3.5 де одасыз да? Болар басы қанша? 3.5 мı? Болар басы. Жасаншы жерлері жоқ. Май алмашыш керек болды. Май алмаштырыш керек. Қалған жағы нормально. Көріңіздер, 3.5 мың долларға ұшыл фитті көрсеңіздер болады. Астында юбкалар дағы бар. Бұл жерден аса бір қара жүгілі тұрады. Болған бағасы 50 мың сом екен. Үшін жүгіліге қызыққандар болса. Біз бұл жердегі Lexus'ты көрсетіп жатырмыз. 2000 жылы шығарылған 3 объемдағы бағасы келісімді екен. 0754 65 80 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Біз бұл жақтан жолдың сол тарауында тұрған ұналарды көрсетіп жатырмыз. Бұл Honda Civic 3300 доллар екен. Ал эми біз бұл жақта сатылып жатқан ұналарды уландай береміз. Бұл жерде Passat B3 тұрады, 90 жылы шығарылған 1.8 объемдағы 75 мың сом екен. Бұл жерде Honda Stream тұрады. Stream'нидағы сұрағандар көп болды. Көріп алғыла, Stream, коробкасы автомат, 2003 жылы шығарылған 1.7 объемдағы 3950 доллар екен. Телефон номерін жазып алыңыз. Біз дальше сіздерге көрсетеміз. Бұл жерде серебро цветтегі Honda Accord тұрады. 2001 жылы шығарылған 2 объемдағы басы 3700 доллар екен. Иелері ішінде ұйықтап жатады. Базарға ертеменен шыққандықтан озырқы учурда ес алып жатышат. Біз башқа жақтарды көрсете берелі. Жерде Matiz, Chevrolet Matiz 3 екен, Корея 2005 жылы шығарылған 08 объемдағы басы 190 мың сом екен. Biz дальше. Бұл жерде Toyota Ipson мен же Gaya бұл. Toyota Ipson екен. 98 жылы шығарылған 2 объемдағы басы 90 мың сом екен. Бұл жерде Volkswagen Jetta тұрады. 87 жылы шығарылған 1.8 объемдағы басы 60 мың сом екен. Телефон номері 0700 20 6 20 42 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Бұл жерде болса Honda Odyssey'дің ескі кузовындағы 96 жылы шығарылған 2.2 объемдағы ұна тұрады. Басы 165 мың сом екен. Телефон номері 0705 95 40 08. Бұл жерде Nissan Safira тұрады. 99 жылы шығарылған 2 объемдағы басы 140 мың сом. 0702 13 29 24 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Біз бұл жақта тұрған ұналарды көрсетеміз. Бұл жерде Honda Step RF3 тұрады. 2002 жылы шығарылған 2 объемдағы басы 4700 доллар екен.
бұл жақта дағы жақсы ұналар тұрады, көп екен. Ал эми бұл жерде дағы бір Мерс тұрады. Мерс дағы сіздерге көрсетіп кетелі. 99 жылы шығарылған 2.7 объемдағы басы 290 мың сом екен. 0773 17 47 50 деген номерлерге байланышқан шығып, бұл Мерсті көрсеңер болады. Басы 290 мың сом. Бұл жерде Honda Odyssey тұрады. 2.3 объемдағы жылы қайсы жылы шығарылған екен? 2002 жылы шығарылып тұр. Коробкасы автомат, бірінші хозяин, басы $3500 сұрап жатады екен. 0779 22 42 19 деген номерлерге байланышқан шығып, бұл Odyssey'ді көрсеңер болады. Мен бұның жанында дағы бір Honda Odyssey тұрады, ұшында көрсетіп кетелі. 2001 жылы шығарылған 2.3 объемдағы 230 мың сом сұрап жатады екен. $230 сом. Әне біз бұл жақтағы мынаны көрсетіп кетеміз. Lexus 400 екен. Lexus 400 99 жылы шығарылған 4 объемдағы болған басы 140 мың сом сұрап жатады екен. Шында арзан ұналарды іздегендер болса көргілі. Біз бұл жақта да бір Honda Accord универсал тұрады. Бұл жерде Honda Accord ақ түстегі 2002 жылы шығарылған 2.3 объемдағы басы келісімді екен. Телефон нөмірін жазуға. Honda Accord. Kanaldan asla тұрыңыздар, біз дағы көрсетпені орындамыз.